Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін баклажаннан даярланатын ең дәмді салаттардың бірі баклажанов кисло-сладком соусе даярлаймыз. Дәмі өте керемет ресторандық бұл салатты менімен бірге үй жағдайында даярлаңыз. Салат үшін бізге 3-4 дана баклажан, егер баклажан үлкен болған жағдайда 3 дана алсаңыз болады, ал егер кішірек болса 4 дана алсаңыз болады. 4 ас қасық картоп крахмалы, 2 дана тәтті бұрыш, сладкий перец, яғни 1 дана ащы бұрыш, острый перец немесе полуострый перец алсаңыздар болады. 1 дана пияз, 1 пучок көк жуа, 1 пучок кинза және 1 ас қасық кунжут қажет. Салат соусы үшін 6 ас қасық соевый соус, 3 ас қасық бальзамический уксус немесе рисовый уксус қолдансаңыздар болады. 2 ас қасық қант, 4 зубчик чеснок, 35 мл су, 1 шай қасық крахмал және 1 ас қасық кетчуп немесе томатная паста қолдансаңыздар болады. Бұл салатқа негізінен баклажанның қабығын ашудың қажеті жоқ, тек қана оның басын алып тастаймыз. Одан соң айналасын жолақша етіп, видеода көрсетілгендей етіп шақпен кесіп шығамыз. 4 жағынан немесе 3 жағынан осылай кесіп шықсаңыздар болады. Келесі кезекте осы баклажанды ортасынан бөлеміз. Содан соң оны үлкен етіп кесеміз. Яғни мен ортасынан бір бөлдім, содан соң үлкен бөліктерге бөліп шықтым. Өзіңіз қалауыңыз бойынша 3 бұрышты етіп немесе 4 бұрышты етіп бөлсеңіз болады. Тек қана баклажанның бөліктерінің барлығы үлкен болуы тиіс. Бұл салатты даярлау барысында баклажанды алдын ала суық тұзды суға салып қоюдың қажеті жоқ. Баклажанды кескен бойда оның барлығын бір ыдысқа салып, оған 4 ас қасық картоп крахмалын қосып, оны жақсылап араластырамыз. Крахмалға араластырылып қуырылған баклажанның сыртында корочка пайда болады. Осы крахмал баклажан суының сыртқа шығып, яғни езіліп кетпеуін қамтамасыз етеді. Осылайша баклажанның барлығын қолымызбен крахмалда жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте тәтті бұрышты тазалап, оны да үлкен бөліктерге бөлеміз. Осылайша барлық көкөністерімізді даярлап аламыз, содан соң оларды қуыруға кірісеміз. Бұл салатта барлығын ірі-ірі қылып кесеміз. Келесі кезекте 1 дана острый немесе полуострый перецті кесеміз. Оны міндетті түрде ішіндегі дәндерінің бәрін тазалап тастаймыз, өйткені ол өте ашты болып келеді. Егер осы салатта чили, яғни острый перецті қолданатын болсаңыз, өте кішкентай острый перецті қолданбаңыздар, өйткені ол өте қатты ашты болып келеді. Одан сәл үлкенірегін қолданыңыздар. Острый перецті де пышақпен үлкен-үлкен етіп кесіп шығамыз. Бұл салатқа 1 дана үлкен пиязды қолданамыз. Пиязды да үлкен қылып тураймыз. Яғни оны ашып алған соң, оны ортасынан бөліп, жай ғана 4-ке бөле саламыз. Сарымсақты, яғни чеснокты пышақпен майдалап турап шығамыз. Бұл салатқа сарымсақты өте көп қолданамыз, себебі сарымсақ баклажанға өте ерекше дәм береді. Бұл салатқа кинза өте ерекше дәм береді, сондықтан оны міндетті түрде қосамыз. 1 пучок кинзаны үлкен-үлкен етіп турап аламыз. Жасыл жуаны қолданамыз, оны да ірі-ірі етіп турап аламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Келесі кезекте осы соусымызға өте ерекше дәм беретін кисло-сладкий соус даярлаймыз. Яғни өзінің аты айтып тұрғанда кисло-сладкий соусқа бальзамический немесе рисовый уксус қышқыл дәм береді, ал соевый соус оған кішкене тұзды дәм береді және қант оған тәтті дәм береді. Салатымыз осы соусымен ерекшеленеді. Алдымен 1 ыдысқа 6 ас қасық соевый соусты құямыз, оған 3 ас қасық бальзамический уксус қосамыз. Мен бальзамический уксус қолдандым. Негізінен бұл салатқа бальзамический немесе рисовый уксус қолдансаңыздар болады. 2 ас қасық қант саламыз. 4 дана сарымсақты майда күштен өткізіп отырып, осы соусымызға саламыз.
Жақсылап араластырамыз, содан соң оны соусымызды құятын уақыт келгенге дейін қалдырамыз. Шамамен 1 шай қасық крахмалға аздап су құйып, оны жақсылап араластырып қоямыз. Бұл не үшін керек десеңіз, бұл яғни салатымызды аздап қоюландыруға керек. Яғни бұны соңына таман қолданамыз. Келесі кезекте қазанға майды көбірек етіп құйып, баклажанымызды қуыратын боламыз. Баклажанды бауырсақ секілді көп майда қуырамыз. Баклажанды қуырған уақытта қазан секілді терең ыдысты қолдасаңыз, өте ыңғайлы болып келеді. Май әбден қызған уақытта баклажанның артық крахмалын барлығын сілкіп тастаймыз. Одан соң оны қазанға салып отырып қуыратын боламыз. Баклажанымыз көбірек болғандықтан біз 2 бөліп қуырамыз. Баклажанды арасында араластырып отырып, шамамен 5-7 минут көлемінде қуырамыз. Оның сырты қызаруы тиіс. Баклажанның сыртында корочка пайда болып, ол қызарған уақытта бір ыдысқа салфетка төсеп, соның үстіне баклажанды шығаратын боламыз. Артық майды осы салфетка өзіне сіңіріп алатын болады. Баклажанды крахмалға араластырып қуырғандықтан бізде май көп мөлшерде қалды. Яғни крахмал майдың көп мөлшердегі баклажанға сіңуінен сақтайды. Келесі кезекте майдың көп мөлшерін бір ыдысқа құйып аламыз. Аз мөлшердегі майды ғана қалдырамыз. Осы аз мөлшердегі майға ұсақтап туралған сарымсақты саламыз. Бұны 15 секунд көлемінде ғана майда ұстаймыз, өйткені сарымсақ өте тез күйіп кетеді. Бұл жерде сарымсақ өзінің әдемі дәмін береді. Артынан тез арада бұрышымызды саламыз, яғни тәтті бұрыш, ашты бұрыш барлығын бірақ салып араластырамыз. Артынан пиязымызды салып, оны жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң осы көкөністердің барлығын тек қана жартылай дайын болғанға дейін ғана қуырамыз. Яғни тек қана 3 минут көлемінде ғана осы қазанда ұстаймыз. Көкөністердің барлығы өзінің қытырлақ күйін сақтауы қажет, езіліп кетпеуі тиіс. Сол үшін 3 минут көлемінде ғана қазанда ұстаймыз. Шамамен 3 минуттан кейін баклажанды қайтадан осы қазанымызға саламыз. Көкөністердің барлығын араластырамыз. Бұл жерде баклажанды езіп алмас үшін қасықпен ақырын араластырыңыздар. Әбден араластырған соң артына осы дайын болған соусымызды құямыз. Артынша салатымызды тағы да араластырамыз. Біздің соусымыз сұйық болғандықтан оны қоюландыру үшін біз алдын ала даярлап қойған крахмал аралас суымызды аздап құямыз. Барлығын бірақ құймасаңыздар болады. Аз бөлігін ғана құямыз. Шамамен 3-4 ас қасық. Барлығын жақсылап араластырып, газымызды өшіреміз. Осы жерде салатқа 1 ас қасық томатная паста немесе кетчуп қосып жіберсеңіздер болады. Кетчуп салатты қызартып, түсін әдемі етеді. Салатымызға кинзаны және көк жуаны қосып, барлығын араластырамыз. Осымен біздің өте дәмді салатымыз дайын. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Салатты бір тарелкаға салып, оның бетіне кунжут сеуіп, оны дастарханға ұсынсаңыздар болады. Менің каналымнан ерекше рецептерді көргіңіз келсе, каналға тіркеліп, видеоны бағалап кетіңіздер. Мен өз каналымда тек қана ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет.